басқа қазақтан қазақ келін алған кезде осы ененің мектебінің жоқтығынан, енелердің біліксіздігінен көп шаңырақ ортасына түсіп жатыр. Өйткені негізі қазақтың салтында келген келінді төпелемеген. Біздің де жеңгелеріміз болды. Сонда ана жеңгелерімізді сыйлайын деп сыйлаған жоқпыз. Біздің шешеміз сыйлатты. Жаңағы жеңгелеріміздің бөлмесіне мен осы күнге дейін кіріп көрген жоқпын. Этикаға жатпайды. Қайынысы, қайнағалары, қайнатасы келін мен баланың бөлмесіне кірмейді. Сөйтіп келген келінді әужайын байқап қарап 2-3 жылға дейін адаптация дейміз ғой. Сөйтіп үйренгенше ақырындап сөйлеп, содан кейін барып енесінен, қайнененің топырағынан дейді барлығын сіңіріп алады да келін енесіне озып кетеді. Біздің қазіргі келген енелер ол келінге ақыл айтқан былай тұрсын, бәрі емес енді. Бұлар өздерінің балаларын қызғанады.